Мен бір дәретке баруым деген қиын болды. Бір жағынан ұлым көтерді, бір жағынан келінім көтерді. Енді өзім 59-шы жылғымын. Сондай бір қатты қиналып кеткен кезінде мен осы қыздың енесіне айттым: "Мен сен аяғыңды кімге көрсеттің? Мен бір осындай болып қалдым. Үйде дәрет астыда болды, енді намыстанатын іс жоқ." Дегенімде осы қызда айтты: "Мен осы келінім осындай істейді, осы да витаминдерді ішіп, мен кішкене жақсымын дейді. Маған берші номерін" дедім. Содан бұл қыздың номерін берді. Алла Тағала жақсы адамын жақсыға жолықтырады дейді екен. Осы қызымды тауып, мен жылағым келеді, о күнімді ойласам. Соны сразу қызға звондап едім: "Апа, шынайы көңіліңізбен, шынайы сенімдігіңіз болса, болды, мен салып жіберемін" дейді. Берді дәрілерін. Менің аяғымда апреске бардым. Мен бір шеттен айтайын, апреске бардым, портал жинап кел деді. Жарайды деп үйге келіп алдым дағы, бармадым. Бармағаным енді осы бір көңілім ұнамады ол жерге. Содан осы қызымды тауып, Алланың маған берген бір себебі шығар, не бір көмегі шығар. Сонымен осы баладан алып іштім. 4 ай іштім, 3 ай іштім. Сонымен міне 2 аяқпен дан болып, баратын жеріме барып, жаңағы әжелеріме қосылып, бір емес 2 әженің тобына қосылып, мен осыншалық әлетке жеткенім бірінші Алланың, екінші осы қызымның арқасы деп ойлаймын. Жастарым, қыздарым, ойланбаңдар. Жан өзіміздікі. 6 баланың анасымын. Коллаген ғана іштіңіз ғой, иә? Осы тағы да, иә, мен ұмытып қалам ішкенімді. Коллаген осы қыздан алып іштім. Енді жаныңа себеп екен. Мен ана докторға барып осыны жасап тастасам, әлде өмірім қандай болады, мен білмеймін. Менде жаңағы балам айтып кетіп жатыр, аллергия дегенге докторға қаралып ішсін. Мен аллергияның бірінші орнында тұрамын, аллергиядан. Маған мына доктордың дәрісі жақпады, мен қызға айтқан. Аллергия, жақпады, иә. Үстіме бөртіп шығып кетеді, содан оқыл алсам құлап түсем, сонымен не істерімді білмей жүргенде осы қызымның осы дәрісін ішіп, мен ешқандай аллергия да алған жоқ, мен аллергияны ойлаған да жоқпын. Сонымен мен осы әлекке жеттім. Көп рахметімді айтып басым сізге. Осы командаларға рахмет көрсетіліп болған. Мен мынандай болам деп ойламап едім. Маған Алланың берген кеңшілігіме, Алла осы жақсы жандарға жолықтырғаннан кейін деймін, осындай әлекке жеттім.